Ассалаумағалейкум түгімендер. Сіздермен бірге мен аян кезет. Иә, сіздер бұны аттарынан біліп тұрған шығарсыздар. Мен бұл видеоны әдейі жасап отырмын. Себебі сіздер қаншама видеоблогер көрдім, мысалы. Бұлар бірақ олардың біреуі болсын бар ғой, осы 1986 жылғы желтоқсанның 16 желтоқсан мен 21 желтоқсан аралығында қаза болған ата-бабаларымыздың және тема вообще ешкім қозғамаған. Себебі бәрі оны ұмытып жатыр және мен бұны ұмытпау үшін әдейі түсіріп жатырмын. Мысалы, сіздің желтоқсан деп айтқан кезде не ойларыңызға түседі? Естеріңізге, ойларыңызға. Иә, сіздердің ойларыңызға жаңа жыл түседі, содан кейін тәуелсіздік түседі. Бірақ та сіздерге осы 1986 жылғы ата-бабаларымыз қайтыс болғандары жайлы мүлдем мәлімет жоқ. Осы кішкентай балаларға айтатын мен бұлар. Бірінші класста оқитын, 4-ші класста оқитын бастауыштар білмейтіндер де бар әлі. Енді естіп отқан шығар біреулер. Мен бұны көптеген балалар осы 16 желтоқсанға дейін осылай видео түсірсеңіздер мен қуанатын едім. Түсірсеңіздер жақсы болады, себебі өйткені бұны біз ғана емес, біз оны білеміз, бірақ одан бізден кейінгі ұрпақтар білмейді ғой, білмей өтіп кетеді оны. Желтоқсан ызғарында қайтыс болған ата-бабаларымызды ешқашан ұмытпай қояды. Егер де олар көтерілісті білесің емесіңдер, кішкентай балалар. Егер де олар көтерілісті бастамағанда, 1986 жылы Колбинға қарсы желтоқсан жасамағанда, біз мүмкін әлі Қазақстан Совет үкіметінде жүретін едік. Немесе біз егемендікті алсақ та кеш алған болатын едік. Біз егер Совет үкіметінде болсақ не болатын еді деп ойлайсыздар ма сіздер? Біреулер білмейді ол. Совет үкіметінде былай жүреміз, күшті болады. Білем күшті болатын, бірақ бәрі тегін болатын білем. Бірақ экономика жағынан ең нашар болғанбыз. Осы мысалы қазір біз көтерілік. Біз көтеріліс жасағаннан кейін 1986 жылы көтеріліс жасағаннан кейін Эстония деген мемлекеттер егемендігін алып кетіп қалды. Сөйтіп жайлап СССР шашылды. Егер де бұл шашылмағанда біз жүретін едік. Қазақтар мүмкін орыстар бізді жерімізді тартып алушы еді. Мүмкін тартып алуы мүмкін еді. Бізді жоқ қылдыр жер. Себебі біздің қазақтың қаны таза, денде қазақтар білімді, ақылды болған. Ең мықты халық болған. Сол СССР. Сонда достар, бұл видео желтоқсанды естеріңізге алып жүріңіздер. Бізден кейін ұрпақты айтып жүріңіздер, мақтаныңыздар. Себебі сіздер қазақсыздар. Қазақ бол, егемен алдық осылар арқаларында. Олар сол желтоқсанда өздерінің жандарын берді. Мүгедек болып қалды кейбіреулер. Ал кейбіреулер тірі қалды. Тірі қалса да оларда стресс болып, олар да мүгедек болып қалды, короче. Сонда достар, өтініш, ұмытпаңыздар, бұл видео тарқатыңыздар. Немесе өздеріңіз, сіздер де видеоблогер болсаңыздар, сіздер де видео түсіріп, осылай ұрпақтар айта беріңіздер, мақтаныңыздар. Қазысан көп жасасын. Егер де меніңге дұрыс емес болса, дизлайк басыңыздар, ал егер де дұрыс айтсам, лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған мен аян кезет. Сау болыңыздар достар. Желтоқсан желі ызғарлы.